достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге мен және менің мама Санара. Достар, бүгін мен үшін өте маңызды, өте күшті күн болайын деп тұр. Өйткені мен бүгін менің бір арманым орындалады. Ең күшті арманым, если мені күшті істесе. Бұл мен үшін өте маңызды және күшті жер болады. Мә 2 сағат отырады ол жерде. Қазір біз тура шығатын кезде Мұстафа оянып алды. Назлы ғой. 2 сағатта ол, в общем, жылап қалмаса болды деп соны ойым деп тұрмыз. Кеттік балам, жүр. Кете берейік. Достар, мен қазір шашым жаман болып тұр. Мә, шашым жөндеу керек еді. Сіздер уже біліп тұрған шығарсыздар мен не істейтінімді. Достар, біз келдік. Бірақ қай жерде екен таба алмай жүрмін. Қаштықта десе. Иә. Сол 10 минутқа кешігіп жатырмыз. Біз кешіккенмен олар да жазып жатыр бізге. 10-15 минут кешіккен. Это нормально болады. Иә. Болады барлық. Жүзден басталады. Оператормын ашын болады. Осы ма сонда биозавивка деген? Әлі оған. Өзі бүйтіп аған Мұхаммед және курткасын қараңдар. Біреу аяқпен теуіпті. Балалар өз теуіп ойнайсыңдар ғана қараш. Аяқтың есі тұр ғой. Прям етіктің есі тұр. Жуады тұшынбас. Журнал отыр бала. Күшті болды. көруге дайынсыздар ма? 1, 2,
ұнады ма өзіңе? Супер, да? Маған да ұнап тұр. Комментарийға жазыңыздар. Көзі жайнап тұр баламның деген қуанғаннан. Қараңыздар мынандай шаш қойып жүр. Бастарын болып тұрған. Вообще әдемі болып кетті, балам, айтыңыздаршы. Былайынан көрсетейінші. Бұл бұны өстіп өзі үйде бүйтіп бірдеме істейді, ол істерінбейді ғой. Анан қараңдар енді. Красота болды, ой, красота. Өзіне күшті жарасып тұр. Мен мынандай маған кондитер алып берді. Морской соль дейді. В общем, ұйқыдан тұрған кезде мәсті шаштар мынандай болады екен. Сосын соны осымен басады екен, морской сольмен, в общем. Тағы енді диффузор дей ма бірден кал деді, в общем, Каспийден. В общем, сондайларын өзі заказ береді енді қазір үйге барған. Сол, в общем, өзгердік. Мен өзгерем деп жаман өзгерген баяғыда шашымды бояп. Екінші боямайтындай болып, содан кейін бояған емеспін шашымды. Енді мына кісі өзгерем деп күшті өзгерді да бұл кісі. Жақсы жағын өзгерді. Ана маған Камил Барбер деп жазыңыздар TikTokқа. Сөйтіп менің видеома 1 миллион просмотр болса, келесі шашты бесплатно беремін. Сөйтіп айтты ма? Все. Сол үшін 1 миллион просмотр істеңіздер. Давай. Сол кезінде маған бесплатный. Камил Барбершоп, в общем. Камил Барбер деп жазсаңыз, мен шығуым мүмкін, немесе менің бір досым шығады да. Оны танымайды да, сен досың. В общем, Мұхамеджан тауып алыңыздар да, лайк басыңыздар, в общем. Сонда 1 миллион болса, просмотр ма, лайк па? Просмотр 1 миллион болса, онда тегін істеймін деп келесі жылы, в общем. Келісіп төз. Біздің үйдің бүткіл нелерін, ауыртпалығын осы кісі көтереді, мамасының қасында. Мамасы дым көтермейді. Бір ұстап көрейінші, бір титтей ұстап көрсем бола ма? Титтей. Қатып тұр, Келмен қатырық болған сияқты болып тұр, в общем. Біз қазір қараңыздар біраз зат алдық. Мұхамеджанның красопетка деген қарындасы бар. Соған пранк жасайық деп жатырмыз. Бәріне тұз қосамыз, в общем, мынаның бәріне. Сөйтіп, красопеткамызды тұзбен тамақтандырып, реакциясын көреміз. Пашақ-пашағымызды шығарса, енді, я не знаю, енді оғыздан шығады. Жылатып алмасақ болды. Главный жылатып алмайық. Юмор қосып, сөйтіп пранкіміз өтіп кетсе екен деп ойлап тұрмын енді. Білесіздер ғой, біздің пранктер алдын ала ұйымдастырылмайды, алдын ала айтылмайды. Сол себепті көреміз енді. Сабаққа кетіп баратыр. Школды формамен көрсеткім келген баламды. Күшті. Балам әдемі болып тұр, ақ рубашкамен. Вообще күшті болып кетті. Достар, маған бұл видео өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнады, өйткені мен өзгердім деп қойсай. Сіздер мені новый болып көріп тұрсыз. Новый Мұхамеджанмын дейсің ғой. Мен бұрынғы әдемі емес Мұхамеджан емес, жаңа нормальный бала. Бюралас Мұхамеджан. Барашка. Барашка деймін кейін. Достар, енді маған бұл видео ұнады, сіздерге де ұнады. Сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, обязательно. Мына прическаға баспаса енді, я не знаю. Достар, сіздер комментарийға жазып қойыңыздар, мен шашым ұнады ма, ұнамады ма. Барлықтарын оқимын, айтам. Жауап береді. Енді лайк, комментарий, подписка істеңіздер, өтінем. Сосын анау ағай Камил Барберге TikToктан кіресіздер, көп просмотр істеріңіздерші, өтінем. Маған 25.000 теңгенің орнына бесплатно істеп берейін деп жатыр. Прическасын 25 мыңға істетті, прикиньте. Сол үшін достар, сіздер мені қолдап кеттіңіздер. Енді видеоны аяқтау керек. Қош, сау болыңыздар. Жарайды, сау болыңыздар. Пока-пока.